Баршаңызға сәлем. Айзаттың ас мәзір каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін бір жасағынан шығатын дәмді, жұмсақ, қатпарлы самсаның рецебімен бөлісетін боламын. Видео ұнаса, арнама тіркеліп, қолдай кетіңіздер. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызды ыдысымызға саламыз. Кейін үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. 2 стакан жылы суымызды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Кейін иленген қамырымызды арнайы қалташаға салып, 15 минутқа тындырып қоямыз. Минут ие қанған қамырымызды алып, екіге бөліп, жұқа етіп жаятын боламыз. Жұқа етіп жайылған қамырымыздың үстіне арнайы ерітілген сары майымызды құйып, барлық шетіне жағып шығатын боламыз. Дәл осылай екінші қамырды үстіне салып, сары майымызды құйып, жақсылап барлық шетіне толыққанды жағып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгенде қамырымызды тығыз етіп, орап, арнайы қалташаға салып, 1 сағат тоңазытқышқа салып қоямыз. Алдын ала дайындалған, яғни тартылған сиыр етіміздің үстіне ұсақтап туралған пиязымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрышты себеміз. Кейін жылы жарты стакан суымызды құйып, үстіне жарты стакан сұйық майды құятын боламыз. Жақсылап араластырамыз.
Тоңазытқыштан қамырымызды алып, кішкентай бөліктерге бөле отырып, видеодағыдай көрсетілгенде қатпарлы самсамызды жасайтын боламыз. Дайын болған қатпарлы самсамыздың үстіне жұмыртқамызды жаға отырып, макты сеуетін боламыз. Өз қалауыңыз бойынша кунжутты да сепсеңіз болады. Дайын болған қатпарлы самсамызды 180 градуста 45 минут пісіреміз. Дәмді қатпарлы самсамыз дайын. Видео ұнаса, арнама тіркеліп, қолдай кетіңіздер.